Кеш жарық достар, кеш жарық жайдарман сүйер қауым. Ғажайып болашақ. Бұл бүгінгі сайысымыздың тақырыбы. Бүгінгі сайысымызда ертең тарихқа айналады. Сол кезде осы сайыстың тақырыбының дұрыстығына куә боламыз. Себебі сахнада жас командалар, демек ғажайып болашақтың кепілі. Ендеше бар жанарда жаулаған жайдарман ашық. Айта кетейік, биылғы жылдың тағы бір жаңалығы республикалық премьер-лига сайыстары Алматы қаласынан Астанаға қоныс аударды. Сонымен премьер-лига 8-1 финалдық бәсеке. Астана командалар сахна сыртында тас түйін. Енді кезек оларға баға беріп ұпай үлестіретін қазір алқасымен таныс болыңыздар. Демеушіміз болашақ Нұрболхан Шарабабас. Ғазиз Ерболат, Назародар Орал. Данияр Бекжанов, Аралас Арал. Хамид Ердіхан, Арманғала Алматы. Асылхан Дүкенбаев, Қорқыт құрамасы Қызылорда. Және қазір алқасының төрағасы Қазақстан Көмін одағының бас редакторы Елжанов Рүстем. Қымбатты достар, өткен сайыстағыдай бүгінгі сайысымызда 15 команда өнер көрсетеді, оның 10-ы тікелей ширек финалға жолдамалады. Ендеше бірінші боп сахнаға шығатын команда биылғы маусымашардың жаңалығы болған команда десек те болады. Ақмола облысы 300 Көкшетау. Бірде 8 финал жауапты ойын, біздер үшін кәне қасалап қолға жұлдыздары, сіздер үшін өнер көрсеме қосы сахнада, Астанада арнайы Көкшетауда бола. Салам алейкум. Харлем шейк Астана. Қайырлы кеш Астана. Кешірерсіз, қайырлы кеш Астана. Біз табиғаты сұлу Көкшетау қаласынан келдік. Барлығы айтады, Көкшетау ол Бурабай деп. Достар, қателеспеңіздер, Бурабай ол басқа қала, ал Көкшетау болса мүлдем бөлек қала. Мысалы, Көкшетау деген ол Голливуд сияқты жазу бар қала. Болды, басқа ештеңе жоқ, біз бастаймыз. Қымбатты достар, бір сәтке болса да өзіміздің балалық шағымызды еске сүрейік. Бала болған кезімізде барлығымыз әрине сега ойнадық. Бұлай болса көрейік, күйде болған жағдай. О, Ерлан, досым қалайсың? Ой, жақсы. Ерлан, не ғой сенде сега орады ғой, білесің ба? Бар. Сега ойнақ кішкенде ғана ойнақ. Ал мен анамнан рұқсат сұрап келейінші. Сұрайсың ба? Аха. Құй. Анам рұқсат бермей тұр, ұрсуат Достар, жалғастырамыз. Қарапайым ерлер моншасында болған оқиға. Ағайымна мен сабыным емес па? Достар, біздің құрамадағы Ерлан қазақтың биі Қаражорға биін үйреніп алды, бірақ та ол биді өзінің арам мақсаттарына қолданады. Көріңіздер.
Қымбатты қыздар, құлақтарыңызға алтын сырға біздің құрама қыздардың арықтауының керемет тәсілін ойлап тапты. Қаламыз бар, көкшетау қаламыз бар, ең сұлу қыздар біздің, таңдамыз қарамыз бар. Достар, ойынымызды қорыта келе айтқымыз келгені, біз табиғаты сұлу Көкшетау қаласынан келдік. Шындығына келетін болсақ, біздің Көкшетауда барлығы бар. Дегенмен кемшіліксіз болмайды. Мысалы, біздің Көкшетауда не жоқ? Көкшетауда Қызылорданың күріші жоқ. Немесе Ақтаудың мұнайы жоқ. Қарағандының көмірі жоқ. Алматының апорт алмалары жоқ. Дегенмен тек қана бізде Голливуд сияқты жазу бар қала. Достар, Голливудқа қонаққа келіңіздер, қарсы аламыз. Тартысты бәсекеде жарысқанда, жиналып жайдарманда достасаңдар, жалын жүрек от кеуде, жан күйген сіздер біздерге. Бәрекелді, тамаша басталды, жалғастырайық. Енді тәжірибелі командаға кезек береміз. Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданының құрамасы Нұр Зайсан. Зайсаным қалам менің, көшесі бой түзеген. Сәлем Астана, Қазақстанның шығыстағы алтын қақпасы. Қазақстанға қарағанда Қытайға жақын орналасқан зайсандықтар Астанада. Білмейтіндерге ескертіп өтейік, Зайсан көлі Шығыс Қазақстандағы ең ірі көл. Я, көктем кезінде бүкіл Шығыс Қазақстан осы Зайсан көлі сияқты болып жатады. ショーでお日様ピカリ、今日はどこどことこ行こうか、夏のワン。我说嘛，我说那个钓虫干什么啊？钓虫钓鱼嘛也，真是的。哎呀， Ильяға айтады. Не дейді? Балық аулап әуреленгеннен гөрі жаңғұрттардың өзін жеген дәмдірек емес пе? Осы сендердің ойлағандарың жеу. Біздің жерге келген соң халықпен амандасыңдар. Николай, жерлестер. Қандай жерлестер, отырғандардың барлық қазақтар емес пе? Адам үстіндегі чапанына қарап тана дейді, мына отырған қазақтардың үстіндегі киімдерінің барлығы біздің елден шығарылады. Шапан демекші. Сіздердің киімдерің не? Жазуы қате-қате. Ұрласаңдар дұрыстап ұрламайсыңдар ма? Қазақ, көшедегі жарнамаларды көрдік. Сендерді аударсаңдар да біраз дұрыстап аударсаңдар. Жарайды. Бүгін ұрсыспай қойықшы. Сендер бізге бүгін жайдарман ойнап беріңдер. Одан кейін бізде бір жақсылықпен қайтарармыз. 我有一个好笑话，那个 X Factor 嘛，里面参加了一个女孩嘛，唱的特小的，我给你唱。 Мынау күшті әзіл ғой, сен түш мен хабарлайын. Қазір бәріміз білеміз, Қытай кез келген нәрсені ұрлай береді. Тіпті біздің отандық телеөндірушілер ойлап тапқан X Factor бағдарламасынан ұрлап алыпты. 我想起了我的爱人，你的名字在我心中，你走了我哭了，我的爱人啊，我的爱人，请不要离开我，请不要分开我，不要。当当当当当，嘿嘿，对不对？
Әуен-ай, әуен-ай, әуелейді әуен-ай, 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 әуелейді. Думан океанариумындағы балықтар. Ары қолындағы суың не? Мына астанаға су жақпай қалды, бір чай қайнатып сен ғой деймін. Әуен-ай, әуен-ай, әуелейді әуен-ай, әуен-ай, әуен-ай. Мәдениет телеарнасында жұмыс істейтін ағаларымыздың жұмыстан тыс уақыттағы әңгімелесуі. Ассалаумағалейкум. Қалған не жаңалық? Айғада апарайын, әлемді шарлайын, қошуын таңдайын, кетейін өлеңмен. Қытай отбасындағы баланың әні. Кішкентай баламын, Қытайда тұрамын, үйге қонақ келгенде тығылып қаламын. Подвалда отырып ойыншық жасаймын, өйткені мен екінші баламын. Айғада апарайын, әлемді шарлайын. Қазақстандағы афишасы ең көп әнші ұсынады. Мүмкін ол сүйгеніне қосылмаған өкінетін шығар. Ол сен емес. Мүмкін ол анасының продюсер болған өкінетін шығар. Мама. Мүмкін ол әнші болған өкінетін шығар. Мүмкін ол қырғыздың әнін көшіріп айтқан өкінетін шығар. Жақында барлық кинотеатрлардан тамашалаңыздар. Қайрат Нұртас өкініш фильмінде. Аулым сенің іргелі, шай көйлегің бүрмелі, айтарыңды айтып қалып тұрмын ғой жүргелі. Құрметті астаналықтар, көпшіліктеріңіз байқағандай, Зайсан Қытайға жақын орналасқан ел. Қытайдың көшесі сияқты 5 минутта дайын болатын Нұрзайсан командасы. Бізді сағынсаңыздар, Шанхай базарына барып еске алып отырыңыздар. Жалғастырайық. Енді оңтүстіктен келген ыстық сәлемдесу ортада Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті жанындағы көпсалалы колледжі. Осындай Тараз. Жалғыз гүл бар арасында гүлімнің, жалғыз із бір. Астанаға көктем кеш келеді. Көктемді уақытында қарсы алған тараздықтар алдарыңызда Астана. Құрметті достар, ұлттық арнада болып жатқан Келін фильмінен үзінді. Ей, сен сонда! Ей, жоқ, сен сонда! Ей, сен сонда! 56-шы бөлімнің соңы. Өмірде көптеген ыңғайсыз жағдайлар болады. Сонымен көрейік көшеде болған оқиға. Айбек деймін, кеше отырыста отыр, қыздардың бәрі мен қасында, мені құшақтап алған бұлай. Кешіріңіз аға, кешіріңіз. Құрметті достар, өздеріңіз білетіндей Тараз қаласында мега жоқ, ал қалған қалаларда бар. Егер ғажайып жағдай болып Таразда мега ашылса қалай болар еді? Сурет кетсек. Байқатпа. Жайлап, мен қарап тұрам. Күл. Адам келатыр. Байқат. Білдірмей. Амандасқандай бұл. Ассалаумағалейкум. Дұрыстап ал, дұрыстап. Құрметті Тараз қаласының тұрғындары, мега орталығын салтанатты түрде ашық деп жариялаймын.
фобия бағдарламасы. Ел аманда фобия бағдарламасы. Біз қорқытамыз, жылатамыз, шошытамыз, елдің зәресін аламыз, анализ аламыз, алюмин қабылдаймыз, бутылка аламыз. Олай болса, бұл фобия бағдарламасы. Оның жүргізушісі кім? Мен. Басқа кім? Олай болса, келесі қатысушымыз Шаншар Әзіл-Ысқақ театрының директоры Уалибек Абдраимов. Уәке. Бұл фобияда. Уәке. Бұл қараңғы бөлме. Уәке, бұл қараңғы бөлме. Бөлме қараңғы. Олай болса, оғыраттың ішінде жан-жәндіктер, жануарлар жасырылған. Қолмен ұстап, не екенін айтуыңыз керек. Ойбай, Илхаме, қорқыттырым да. Илхаме, ойбай, Илхам, мынау Жүсіп емес па жатқан? Мына Жүсіп қоя, жүн мұрты бар Жүсіп дамлауе. Уәке, бұяқта адамдар емес, жан-жәндіктер, жануарлар жасырылады. Жүсіп ұқсайды да соларға. Уәке, күлмеңіз, бұяқта жылайды, қорқады, шошиды. Ой, мама, қорқып жатырмын. Жалғыз гүл бар арасында гүлімнің, жалғыз із бір берімінде жүректің, екеуін тең бір өзіне арнаған. Жалпы достар, ойын соңында айтатын болсақ, біздің топ ғажайыпқа қатты сенеді. Сіздер де ғажайыпқа сеніңіздер, себебі Жайдарманда әлі талай ғажайып болады. Өйткені бұл ғажайып болашақ. Сіздермен бірге болған Тараз қаласы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті көпсалалы колледж, осындай ғажайыпқа толы Жайдарман тобы. Біз әлі кездесеміз, достар. Бар арасында гүлімнің, жалғыз із бір. Жалғастырайық. Ортада Қонаев атындағы университетінің колледжі Астана жастар құрамасы. Астана. Астана жастары. Ғажайып болашақ. Астананың болашағы ғажайып болатыны сөзсіз. Сол ғажайыпқа жетелейтін Астананың бүгінгі жастарымен таныс болыңыздар. Астанаға келсеңіздер, барлығымен таныстыратын ол гид. Сол уақытша жұмысты істеп жүрген Бибінұр. Қуаныш. Достар, ол кюнетпен айналысады. Кюнет десе ішкен асын 9 адамға таратып береді. Руслан. Жас әнші. Жейтін тағамы суып кеткен ет тамақ. Руслан тойға шығады. Жұлдызы жайдарманшылардың көбін таниды. Өйткені олар да суып кеткен ет жейді. Исатайдың барында. Әзірге жолы болмаған жайдарманшы. Кез келген ортада өзің күлкілі қылып көрсеткісі келеді. Біз жайдарманшылар сондай қияли келеміз. Исатай, сіз Марат Достаевты жеке танисыз ба? Өте орынды сұрақ. Үлкен, дәу орынды сұрақ десе де болады. Әрине, күн сайын дискіден көріп жүрген адам ғой. Дуғыл шапалақ, әлі күнге дейін DVD көретін адам. Махамбет. Жалға пәтер береді. Пәтер аламыз, пәтер. Қыз керек па? Иә. Маған да керек.
жасым болса келіп қалды. Үйдегілер үйлен деп мазамды алып жатыр. Пәтер аламыз, пәтер. Еламан! Атыңды қойдым меламан. Өзінің өмірде жолы болмағанына үкіметті кінәлап, клиенттеріне айтып отыратын адам. Еламан таксист. Отқа түстің, суға түстің ел үшін. Ексен аға бағын берді жемісің. Бала қыраншынға шықса бұл күнде, мұның бәрі жайдарманның жемісі. Чемпиондарды отырғызып алдыңа, бал береді салып алақаныңа. Әзіл қазы шүкіршілік етіңдер, Қазақстанда эфирдің барыңа. Ол болмаса сіздерді кім таныр ед, хан сарайында болған оқиға. Тақсыр. Татың болса, айт. Біздің таныс екі бала ятысы жасап, болыс ауылдарынан қуып шығыпты. Онда беделді уәзірлерді жинап, биге барыңдар. Қазбек би ме? Жоқ, қазір заман өзгерді. Әй, бұрын даудамайды Қазбек би шешсе, қазір Қарлы Емшек би шешеді. Барлығымыз ғажайып болашақта жайдармандағы үлкен ағаларымыз сияқты болғымыз келеді. Қазақ ұлттық университетіне сәл ғана еліктейтін әзіл. Арифлейм офисінде болған оқиға. Кет бар. Осыдан 10 секунд бұрын. Саламатсыз ба? Кюнетке кіресіз ба? Кет бар. Ғажайып болашақ, ғажайып әзіл. Джеки Чанның үйлену тойы. Стоп! Тоқтатыңдар, шаршатты бәрі. Ертең жалғастырамыз. Айттым мен саған Брюс Ли екеуге шық деп. Астана жастарын дәл осындай күйде есте сақтаңыздар. Біз әлі кездесеміз. Біз күнде кездесеміз. Пәтер аламыз. Такси. Жақтарыңызға қарасаңдар. Жалғастырайық. Каспий өңірлік қазіргі заманғы колледжі, ПСК пысықтары, Атырау. Сәлем, жалғыз ғана бастығы бар қала Астана! Жалпы достар, біздер бұл ойынға бір әнмен шықсақ па деп ойладық. Бірақ кейбір эстрада жұлдыздарына қарағанда біздің сәлде болса да ұятымыз бар енді. Бір жағынан ойладық, бимен шықсақ па деп. Бірақ ана Қарағандыдағы студенттер сияқты бір аптаға оқуға шығып кетеміз ба деп тағы ойландық. Оның үстіне бізді бақытсыздыққа танымайды. Себебі біздер Атырауданбыз, достар. Сондықтан біздер барымызбен мақтанып шығуды ұйғардық. Жалпы біздер атыраулықтар мына Астанаға келгенде, андай заттардың бағаларын көргенде, ойбай, деген дауыстарды шығармаймыз. Өйткені біздер Атырауданбыз. Тек қана біздің табиғат шынында да қаншеді. Себебі масасы көп, Атырауданбыз. Сосын біле білсеңіздер, мына әлемдік жұлдыз Анджелина Джолиді жүгіртіп жүрген жалғыз ғана қазақ бар. Оның өзі Атыраудан, достар. Ендеше мақтанғанды емес, мақтағанды жақсы көретін атыраулықтар. Біз бастаймыз! Ұялы телефонмен сөйлесіп атқанда, ар жағында осындай жағдайлар орын алады. Алло? Кім? Назерке? Қалайсың, жаным? Не істеп жатсың? Суға түсіп жатырмын.
Не ма, жаным, кешке көшеге шығасың ба? Шығам. Жаным, онда кешке алып кетем, я? Дәл осы жағдай, бірақ қыздар жағында қалай орын алады? Нұрберген, соқ отыр, Нұрберген! Ей, тоқта, өз балам. Жасында. Тоқта. Алло? Ау? Есеп жатсың? Суға түсіп атын? Мен де сен сем. Құлагерден айырылып, қайғыр отырған ақан серінің мұңы. Болар іс болды, еттен алыңдар, жігіттер, еттен алыңдар. Көп тілдің білгені көп жерде пайдаға асады. Сонымен көреміз қауіпті аймақта болған жағдай. Ой, бергел. Ұялы телефон бар ма? Ұялы телефон! Прелевасян шаңтаң, констор иля тори филаң фонаң, дизайнер в паси досмаң, агордами пари сивеңтаң, le roi c'est gentil, mon rapporté. Bye bye, gentlemen. Жетер жүзі перди. Құтылып кетемді ойлады ба? Иә. Телефонда кел. Әдебиет пән мұғалімі шаш таразда. Әй, қызым, сен шашты жақсы аласың ба? Аламыз, апа, аламыз. Өткенде бір әп-әдемі қыз шашымды алды, шашымды айман шолпан қылып еді, екі жағы екі түрлі кәдімгідей. Бәсе, өсіп кетті, я. Я шашым отырар сияқты кәм, 6 ай алынбаған кәм бар ғой. Әкем ұрысып намыстанып кетіп тұр, өз жерге шыны керек. Аха, қай жерін аламыз енді? Мына жерін Абай жолы қылып алыңыз. Аха. Сосын мына жерін қараш. Қарап тұрмын, аға. Жоқ, қараш оқиғасы қылып алыңыз деймін. Аха, жарайды. Мына арт жағын Абайдың күзгөленге сияқты қылып алыңыз. Ол қалай сонда? Арт жағын кесіп тастаңыз, я. Аха, жарайды. Сосын мына төбесіне тақырлатып алып тастайсыз ау. Әйтпесе ер төстік сияқты секунд сайын өседі кәдімгідей. Аха, жарайды. Ой. Мен қазақ, әкем қазақ, шешем қазақ. Мен неге қазақтықтан сақтанамын? Не ол деп бүлдіріп алдың ба? Иә. Ай, осы қазақилық шашатта айман шолпан жақсы, екі жағы екі түрлі кәдім. Жалпы достар, әр адамның өзінің бір мамандығы болады. Бірақ мамандығынан бөлек өзінің сүйікті айналысатын ісі болады, яғни хоббиі. Мысалға алып қарайтын болсақ, Махамбет атамыз. Махамбет атамыз негізі ақын болған. Бірақ қосымша елді қорғап батырлықпен айналысқан. Ал әкіміміз Иманғали Тасмағамбетовшы, ол кісінің мамандығы география пәнінің мұғалімі, бірақ қосымша әкім болып жүр. Ал режиссер Тимур Бекмамбет, ол кісінің мамандығы суретші, бірақ ол кісі режиссерлықпен айналысып жүр. Ал егерде сіздер Атыраудан керемет мұнайшы шықсын десеңіздер, онда бір өнер академиясы ма бірдеңе ашу керек, шыны керек. Достар, сіздермен бірге болған Тимур Бекмамбеттің ең сүйікті командасы ПСК құрамасы. Үлкен рахмет. Жалпы биылғы премьер-лига сайыстарында көптеген командалар құрама есебінде ойнап жүр. Сондай құрамалардың бірі Шымкент қаласы әкімдігінің құрамасы Шымкент жастары. Кеш жарық, арқаны мекен еткен астаналықтар. Сахнада нағыз бақытты аналардың балалары. Иә, біздің аналарымыз өте бақытты. Сіздер түсінбей жатсыздар ма? Біздің аналарымыз 58 жасында зейнетке шығып үлгерді. Көріп тұрғандарыңыз Шымкент қаласы әкімінің құрамасы. Бүгінгі көрермендердің 90% Шымкенттен. Астананың да 90% шымкенттіктер. Ал Қазақстандағы 3-ші қала Шымкент. Деген сөздерді біз бүгін мүлдем айтпаймыз.
Сіздер оны естіп жалықтыңыздар, біз де Шымкентті айта шаршадық. Сондықтан Шымкент туралы айтпаймыз. Келістік па? Келістік. Игісті да көрсетпейміз, игіс керек емес. Олай болса көреміз. Астана қаласы такси тоқтатып тұрған жігіт. Аға, бәйтерек 500. Отыр. Аға, машина қай жылғы? 95? 95. Иә. Opel ғой, ә? Иә. Opelдің қайсысы? Vectra. Opel Vectra ма? Иә. Аға, қай жерден боласыз? Семейден. Семейден? Семейден? Иә, Семейден. Opel 95 Семейден? Бір түрлі, қызық емес па? Астана ғажайып қала. Көрейік Астана қаласын аралап жүрген бір топ жігіттер. Достар, қазақтың ұлттық ойыны қыз қуу. Тоқта, қыздың бетінен сүйін. Ей! Кім ат? Сен ат. Мен ба ат? Сен. Мен қызбын. Ат қайда? Ат сынышта бері сынып жатыр. Қазақтың эстрада жұлдызы Қайрат Түнтек өзінің жаңа әнімен. Тойотамен келе жаттым Алматының жолында, Land Cruiserді соғып кеттім, тұр ғой семіз ол мұнда. Мүлдем дәу емессің маған, тұрмысқа сені мен алам. Қалың малым 6 миллион, одан да 40 күн демалам. Астана! Достар, көз алдымызға елестетіп көрейік. 17 ғасыр Наурыз мейрамын тойлап болғаннан соң киіз үйдің іші. Шыдырың, қарған өлтіріп қойыпты. Тағы жүрналар ше, күнде сендер. Ол қарындас ұлы соң болсын. Сіздің бар тілегіңіз сол болсын. Осы үйден шықсаң жол болсын. Сол жолмен жоғалыңдаршы бар. Сабыр. Қарындас, бір ашуыңыз беріңіз. Қаншадан аласың? Ау? Жоқ, кішкене. Қарындас, не болды сізге? Бірден келе сап, бүйректен сирақ шығарып. Сізге не болды? Қасыңызда қортықтан жираф шығарып. Сабыр. О, қарындас, олай бірден алқымнан алып мені ашуландырмаңыз. Мен ашуыма мінбейін. Абайлаңыз. Мінген ашуыңыз жүріп кетіп, шалқаңыздан түсіп, аяғыңыз сындырып алмаңыз. Сабыр. Сабыр деймін өз сені. Сабыр емес менің атым, Құлпынай. Алмұрт деген ағаң жоқ па? Жоқ. Құлпынай ең келген екен бір дастарханнан ауыз тимедік па? Мүмкін дәмнен ауыз терсіз. Әлде дастархан жейтін әдетіңіз бар ма? Құлпынай. Ей, дастархан жейтін серлер, кім еді аттарың? Таныстыр. Өйтіп емес, таныстыра берші. Жалғас көкенің қосылы Алмас пен Талмас. Бамбас деген ағаларыңыз жоқ па? Жоқ. Неғып жүрсіңдер, Неғып жүрсіңдер? Не керек? Су сұраса сүт берген, айран берген. Қартайып бара. Қош, шай ма? Жүр, шай бер. Достар, жалпы биология ғылымында дәлелденгендей, күннің көзі көп түсіп, ыстық болған жерге өсімдік тез дамиды. Адамдар да өсімдік секілді. Сондықтан салқын жерде жүріп көңілдеріңізді түсіргенше, оңтүстіктің ыстығына келіп, қозғалысты күшейтіңіздер. Шымкент қаласы әкімінің құрамасы Шымкент жастары. Біз тек Шымкент сүйеміз.
Жалғастырайық. Енді Киелі Маңғыстаудан келген командаға кезек береміз. Жаңаөзен политехникалық колледжі, Жаңаөзен жастар құрамасы, Маңғыстау облысы. Сәлем, қазақ тілін көтерейік, қазақ тілін дамытайық деп жүріп, банкоматта русский таңдайтын астаналықтар. Достар, керемет ойын, тақырып ғажайып болашақ. Шынымен де біз Жайдарманның ғажайып болашағымыз. Өйткені біз бұл маусымдағы ең жас командамыз. Команданың жастығы соншалықты, тіпті команданың кейбір мүшелері әлі күнге дейін Человек-паук ағаның бар екендігіне сенеді. Біздің команда елордамыз Астана секілді күнінге өсіп, көтеріліп келе жатыр. Ендеше, қарсыластарымыздан қорықпай, алға нық қадам басып көрейік. Бәлкім біз де бірдеңе жеңе олармыз. Ендеше Астана, мұнайшылардың балдарын қарсы! Әдемі әзім қатпа қалсын Қазақстан ұлттық арнасында. Кішкентай кезімізде анамызбен базарға барғанда осындай жағдайларға тап болатын едік. Үндемей жүрсің бе? Сәлематсыз ба? Саламатсыз. Біз костюм іздеп жүретік қой. Костюм неше жастар? 8 жасар. 8 жастағы балдар аналар бар. Содан көрсесіз? Балам киіп көру көр ме? Киіп көру ғой. О, күшті болып тұр. Мам, апа, мынау неңгілдей далбаңдады. Ей, күшті болып тұр, айтыңызшы. Күшті болып тұр. Өп үлкен далбаңдады. Неше теңге тұрады? 5000 теңге тұрады. 5000 теңге. Әрі арзан, әрі күшті болып тұр. Не болды тағы? Апа, алмай қойықшы. Оф, неге ұнамайды? Айта қойшы, неге ұнамайды? 4 елге бар, апа, алмай қойықшы, далбаңдап отыр. Сонда қандай ойнайды саған, айтшы? Ана, секундікінде бар ғой, ана, бүйтіп бірлік болады ғой. Бірлігекті? Бүйтіп біреуін тақта бүйтіп. Астында 3 елге кетір ғой, мама, далбаңдап отыр, алмай қойықшы. Аламыз осыны. Ана, бірлікті аламын. Мұнан аламыз. Аламын. Бұл қанша тұрады? 30.000 теңге. 30.000? Иә. Қой, мынау күшті болып тұр ғой, үстіндегі құрсын. Мама, аламын. Ей бала, саңа ал дегенде алмадың ғой. Апе. Саңа ал дегенде алмадың. Апе. Алам, иә. Көп балалы жанұяда көп болатын жағдай. Тұрар балам, мынау қоқыс төк дедім. Әлі төкпепсің. Төк мына қоқысты. Апа, басқа біреуге. Өші ана телдидар, төк мынаны білмеймін. Бекбол. Мына қоқыс төге қойшы ме? Сауық отыр маға. Төге қой, Бекбол. Сауық отыр не маға? Бар сөзің баршы, саған айтты ғой. Өлт дәрежесін сен. Қойшы, саған айтты ғой. Сауық отыр ма? Қойшы, саған айтты. Қойшы, сауық отыр ме? Қазбек қайтшы. Қазбек, мына қоқыс төк. Қоқыс төкші. Төкші сен, Қазбек. Бар төкші. Сауық отыр ме деген? Мирас қайда, Мирас? Өзің баршы. Қоқыс төкші. Қойшы, күнде мен түген Бекбол сен бар. Сауық отыр күнде мен түген Бекбол бара қойшы өзің. Әй, жалма отыр, төкпей ақ қой. Өзің төген, түсіндірген ма? Төкпей ақ қой, өзің төген. Жалпы достар, сөз соңында біз айтып кеткендей, біз жас командамыз. Сондықтан да бүгін біздің сөзімізге де, ойымызға да аса бір сын көзбен қараудың қажеті жоқ. Достар, жалпы өзім жайлы айттық, ал қалам жайлы еш нәрсе айтқан жоқпыз. Биыл Жаңаөзен қаласына 45 жыл. Бірақ сонда да 45 жыл болса да әлі күнге дейін аты Жаңаөзен. Бұл қаламыздың күнінге көркейіп, жаңарып келе жатқан белгісі. Сіздермен бірге болған өз қаласын қатты жақсы көретін жаңаөзендіктер. Салтанатым, Жаңаөзенім, ән қалатым, Кезекті құрамаға кезек береміз. Қызылорда облысы әкімінің құрамасы Тұңғыш Астана Қызылорда. Елу 25 жылдық тарихы бар тұңғыш телеарнамызда тұңғыш астаналықтар. Кеш қайырлы Астана! Достар, ертедегі қазақ халқының тұрмыс тіршілігін бар болмысын сипаттайтын Алдаркөсе мультфильмінен үзінді.
Ассалаумағалейкум байеке. Мен алдармын. Мен байлардан алып кедейлерге берем. О, Алдеке. Біз кедейміз. Мінекей, сендерге ақша. О, біз баймыз. Әкел ақшаны. Мен айттым ғой, байлардан алып кедейлерге берем деп. Ағасы бардың жағасы бар демекші, ертеде сер жігіттер ағасы бар қыздармен кездескенде мынандай жағдайларға тап болған екен. Әдемі деп тұр ғой мені. Жоқ, расында да Қарлығаш. Сен әдемі болып кетіпсің. Иә, бірыңғай ғой менің әдемі болып жүрмін. Қарлығаш, Ау? сол әдемі бетіңнен бір сүйсем қалай болады? Менің ба? Иә? Менің бетіне сетін басаң бірінші қуып жет. Егер менің бетіне сетін басаң қуып жет. Сер жігіт бетіне сетін басаң сені қуып жет. Мені бірінші қуып жететін болсаң суып жет. Немене біліп басыңа көбі құлаған ба? Ләңгі тепкен. Ләңгі. Жоқ, Қарлығаш. Расында да бетіңнен сүйейін. Жоқ, аға бұрсат менің. Ағаңа өзім жауап беремін. Қайсы бұл ағасына өз жауап бергіш болып отқан? Мұна жұдырықпен таяқ жегізейін ба? Ұрар болсаң қуып жет, ұрар болсаң қуып жет, ұрар болсаң қуып жет. Достар, ғажайып болашақта кино әлемімізде де таңғажайып болмақ. Ендеше құрметті достар, өздеріңізді кинотеатрдағыдай сезініздер, экранға зер салыңыздар. Қайрат Түнтеков. Бір жерлерінде Ерлан Көкеев. Форсаж 6. Қайрат Түнтек. Шал кинофильмінің режиссері ұсынады. Бұл жолы басқа оқиға. Бұл жолы басқа кейіпкерлер. Барлық кинотеатрлардан көргізсек. Мал. Жеңіс күніне арналады. Олар біз үшін шайқасты. Командир! Не болталсыз, командир! Оқ бізде де жоқ, лажданды сол оқпен. Олар жоқтан барды жасады. Білмей, менде де оқ жоқ, асқақ, жаудың бетін қайтарыңдар, берілмеңдер. Құтқар! Жалғыз солдат. Құрметті достар, ғажайып болашақ. Тағылымды тарихсыз ғажайып болашақ жоқ. Тарих демекші әдеттегідей Қызылорда туралы. Өткен ғасырдың орта белінде Леонид Ильич Брежнев Қызылорда қаласының үстінен әуе ұшағымен өтіп бара жатқан кезде қалада қамыстың көп екенін байқап, кардон зауытын салуды бұйырды. Міне, сол кезде Қызылорда қаласында Қазақстандағы ең алғашқы кардон зауыты салынған болатын. Ал екінші рет өткен кезде ештеңе демеген екен. Не? Түннің ортасында өткен екен ғой. Қызылорда облыс әкім құрамасы тұңғыш Астана. Таныс болыңыздар, достар. Жалғастырайық, қымбат достар, ғажайып болашақ. Бүгінгі ойынның тақырыбы ортада Болашақ Қарағанды университеті, Болашақ VIP Қарағанды. Атың шықпаса Қарағандыға кел. Коло террориста. Қарағанды
дискотекаға барса болды, бірінші артына қарап, содан барып билейтін болды. Артымызда ештеңе жоқ, кетті! Әңгімемізді футболдан бастайық. Футбол демекші, алдында Қазақстан мен Германия футбол ойнады. Иә, ойнады ғой. Иә, дейді ғой футбол түсінетін адамдар ұқсап. Қазақстан мен Германия футбол ойнады. Менің бір түсінбейтінім, Қазақстан ұлттық телеарнасы футболды неге түнгі 12-ден кейін көрсетеді? Оның түсінбейтін несі бар, қазақтар ұялатын дүниелерін түнгі 12-ден кейін көрсетеді. Біз Қарағандының ең сұлу, ең әдемі екі қызын алып келдік. Мәулет, ол қыздар келе алмай қалды ғой. Ал онда футбол тақырыбын жалғастырамыз. Қазіргі кезде бәстігу сәнге айналып кетті. 22 наурыз букмекерлік кеңседе болған оқиға. Диджей на музыканы тапқансыз ба, қайтан қойшы кәне? Күшті. Саламатсыз. Амансың ба? Бәс қабылдап жатсыздар ма? Иә, қабылдап жатыр. Германия, Қазақстан. Иә, кімге тігесіз? Кімге тіксем екен, Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Кімге тігейін? Германия. Германия. Таласқа түссе Германияға. жанмен 5000 теңге шатыс кеткен жоқ. Не деген отан сүйгіштік? Не деген отан сүйгіштік? Осындай патриоттық нүктемен біз бастаймыз. Хей! Хоппа! Қыздар, Қазақстан ұлттық арнасы қазақшаландар. Хоппа! Мектеп кезінде бір қызға ғашық боламыз, бірақ сезімімізді білдіре алмаймыз. Ал сол сезімімізді достарымыз айтып қоятын. Айдана кеп тұр. Болды. Айдана. Айтпа. Айдана. Мәулет. Айдана. Мәулет сені жақсы. Өзің ач. Бастадың айтсам айсың ба енді? Өсекті қатты айтатын әйел бесік тербетсе қалай болатын еді? Алдында деймді. Ана Секіп алдың қызы тұрмысқа шыққан кезде, ана келіндерге айтқам ғой, читке 16 сал деп. 16 сал деп? Ана келіндер байғұс бар ғой, 2 алтын қысқап 8 алтын сал ғой. Не деген сұмдық дейсің шайттың? Олар өздері тұқымдарымен сондай еді ғой. Айтып отырмын ғой. Сол бесіктегі бала ер жетіп қызбен таныса қалай болады? Қарындасы сен таныс қолыңа атым арман болады. Өмірінде бірінші рет сүйіскен жігіт. Ренжімеш, қобалжытырмын. Ау, бәрібір айтпайым дегем. Жұлдыз, рахмет саған, Жұлдыз, рахмет. Арман қаласың? Жақсы, өзің қалайсың? Сүйіскенсің ба? Иә, сүйіскем. Құтты болсын ма? Рахмет. Жанстан, қайдан біліп қойдың? Ан жақта Жұлдыз айғайлап улап шулап жүр ғой. Отбасына ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды дейді қазақта. Сондай бір жанұяда болған оқиға. Болды, кетем сен, айрылсам. Кетесің ба? Мә, кетсің, дүниеңді ала кет өзіңмен, мә. Кетесің ба? Мә, көрпеш астығыңды ала кет өзіңмен, мә. Кетесің ба? Мә, ыдыс аяғыңды да ала кет, мә. Кетесің ба? Мә, балаларыңды да ала кет, мә. Балаларыңды да ала кет. Жыламандар, үй айналандар. Жұлдыз. Үйде ешкім қалған жоқ, сендермен бара берейші менде. Ойынның соңын Лондон Олимпиадасының чемпионы Қарағандылық Серік Сапиевтің сөзімен бітіргіміз келіп тұр. Болашақ VIP, жеңгілерің келсе бастарың ұстандар, бастарыңды. Бұл сөздің Жайдарманға не қатысы барын білмейін, бірақ біздің жеңгіміз келеді. Екінші маусым премьер-лига сайыстарында Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті Абзал Жандар Ақтөбе.
Қайырлы кеш, Премьер-лига. Сіздердің алдарыңызда 11 жыл бойы оқығанмен қай жері ауырып тұратын науқастардан сұрайтын дәрігерлер! Тек қана біздің оқу орнымызда өлілер мен тірілер сабақты бірге оқиды. Тек қана бізде қыздарды 7-ші курсқа келген кезде ғана алып қашып кетеді. Ал осыған дейіне ақшаны өзіміз төлейміз ба? Неге? Қыздар, біз мұнда маңызды тақырыптар қозғап жатырмыз. Жоқ, бұл біз қыздар үшін өте маңызды тақырып. Дәл солай. Жақсы, қоя қойыңдар. Бүгінгі ойын тақырыбы ғажайып болашақ. Дәрігерлер, арғы жақта адамға қиналып жатыр. Көмектеріңіз қажет. Қиналып жатыр. Қинала берсін. Қинала берсін. Айналайындар ау. Неге тек қана бізді қиналғанда шақырасыңдар? Бір қуанғанда шақырмайсыңдар ма? Айтып барыңдар бар, бармайды деп. Алло, саламатсыздар. Бұл жедел жәрдем қызмет көрсету орталығы ма екен? Иә. Ет салып қойдық, асқа келіңіздер. Дәл осылай шақырмайсыңдар ма? Бәрімізге белгілі, үйімізге жедел жәрдем қызметін шақырған кезде күтіп алуға үйдің кенжесін жібереміз. Сондай жағдайдың бірі. Ей, мында біз шақырған, біз! Майы қызметкерлері ақша табудың жаңа бір жолын ойлап тауыпты. Жол полициясы, құжаттарыңыз, сіз ішкенсіз. Мен ішкенмін? Сенің бойын ұзын? Кешіріңіз. Мана айттым, туфлиді шешпете ғой, шешпете ғой. Қаншадың алып ғой, қалай шешеміз? Неге сөйлейсіз? Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша ауылға келген жас дәрігер. Айға қарап, үнсіз ғана отырмын сені ойлап. Қиын екен бәрінен де ең алғашқы. Қиын екен бәрінен де ең алғашқы. Науқас ұйықтап қалды. Ұйықтаса, операцияны бастаймыз. Так, кәне. Скальпель. Сосын құдай үшін ертеңге наркоз алдырыңдаршы, гитара көрші ағайды күсіріп жатыр. Скальпель. Достар, жалпы ескертетін болсақ, біздің медицина университеті 7 факультеттен тұрады. Солардың ішіндегі ең ірісі ол жалпы медицина факультеті. Одан кейін қоғамдық... Дәрігерлер, жиналып қалыпсыздар, қояр сұрақтарым бар еді. Осы сіздердің жазуларыңыз неге түсініксіз? Сендер де қатырасыңдар. Тарих сабағын оқу керек қой. Медицина атасы Ибн Сина кім болған? Араб? Енді біздің жазуымыз қандай болу керек? Жақсы. Осы сіздер мынау жаңа матрастарды неге тек комиссия келген кезде қоясыздар? Енді қатырасыңдар. Сендердің үйлеріңе қонақ келген кезде сендер жаңа төсекті қалай шығарсыңдар? Біз де матрастарды солай шығарамыз. Жарайды. Ал мынау неге сіздер танысы бар адамдармен өте жақсы сөйлесесіздер, ал танысы жоқ адамдармен мүлде басқаша сөйлесесіздер? Жоқ, керісінше, біз қайта халықтардың арасындағы ынтымақтастық пен бейбітшілікті насихаттап жүрміз. Егер сен танысыңды көбейтетін болсаң, біз де сенімен солай жақсы сөйлесетін боламыз. Жақсы, қоя қойыңдар. Мен сендерден де, сендердің мына диагноздарынан да шаршадым. Сіздер дымды да білмейсіздер. Мен шетелге барып емделем. Достар, 11 жыл оққан біздерге сенбейсіздер. Ана 3 ай трактористтің курсын оққан әкелерінің, бала жазылып кетеді, жүре бер черкан істетсек деген сөзіне сеніп жүре бересіздер. Неге сіздер ағаларыңыздың яғни сүйексінген болса бар ғой, сен бұлай жүре алмайсың, жай көбейті көре кеткен ғой деген сөзге сеніп бізге құлақ аспайсыз. Содан соң үлкен кісілер бізге ренжейсіздер. Мына асқазаны құрғыр, болмады, шыдатпай жүр ауырып, дәрігерлер де емін таба алмады деп. Құрметті аталар, әжелер, сіздердің бір күнде 3 үйден ет жейтіндеріңізге біз кінәлі емеспіз ғой. Ал сізге бір нәрсе болса, тағы да бізді кінәлайсыздар.
Дәрігерлер, мен қателесіппін, кешіріңдер. Достар, бүгінгі ойынға бізге жақсылап тұрып дайындалуға болатын еді. Егер де біз жақсылап тұрып дайындалатын болсақ, онда бір ай сабақтан қалуға тура келеді. Ал егер де біз бір ай сабақтан қалатын болсақ, онда болашақта сізді тексергенде қателік жіберіп қоймыз әбден мүмкін. Достар, барлығы да өздеріңіздің қамдарыңыз үшін әрдайым тірі жандыларды ойлап жүретін абзал жандар. Аман болыңыздар! Абзал жан жүрекке жол тапқан, ағарман қанатын қалықтатқан. Жалпы бұлар абзал жандар болса, енді келесі кезекте Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің байдың балалары командасына кезек береміз. Жанына жалынды жастарды жинаған Жайдарман. Ассалаумағалейкум, Темір көке. Қалай Темір көке? Құрметті көрермендер, сіздер танымай тұрсаңыздар, бұл біздің дене тәрбиесінен беретін Сейтхан деген ағайымыз. Бұлар таниды мені. Қаяқтан таниды? Таниды деймін мені. Танымайды сізді. Таныстырдың көке, таниды болды ғой. Ағай, не істеп жүрсің? Мұртыңыздың жартысы қайда? Қызық болды бұлай. Өте қырынып атқам ғой. Свет өшіп қалды жарық. Осы шығып кеттім соң мен. Бірақ қолым байып алдым, көрдің ба? Қол мен мұрттың не қатысы бар? Қарасай, мұрт бар, мұрт жоқ, мұрт бар, мұрт жоқ, мұрт бар, мұрт жоқ. Білдірмейсің ғой, бәрін. Бопты ағай, дене тәрбиесінің мұғалімі едіңіз. Басыңыздағы киім түсінбедім. Полиция кіріп кеттім ғой жұмысқа. Полиция? Мына вызовқа батыр, вызовқа батыр. Я тыңдап тұрмын, екінші тыңдап тұрмын. Бәйтерек 500, 600 қызына барып тастаймын. 100 теңге қиналмасын. Өзің бере болмаса. Көрдің ба, полицияда істеймін. Полиция? Қалай тұрдыңыз ғой жұмысқа? Шымкентте атсасы болған ғой. Біреуді онда жүгіріп берген ғой. Сол жүгірген кейбарына робудың ішіне кіріп кеттім. Мен милицияға кіріп кеттім. Қазір біреудің онынан біреу істейтін заман. Біреудің онынан біреу қол қойып береді. Біреудің онынан біреу шетелге шығып келеді. Біреудің онынан біреу келеді қарсай, Мараттың орнынан Хамитке батыр ұшып кетсе де. Сонда ағай, мақұл, полиция қызметкерсіз. Не істейсіз сонда? Концерт жүргізем. Концерт жүргізем? Концерт жүргізем. Қойыңыз, ұят қой мұның, сенбеймін мен бұған. Сенбейсің ба? Сенбеймін. Қазір көресің ба, ұста. 20 желтоқсан Республика сарайы Қайрат Нұртастың өкініш атты ән кешіне шақырамыз. Кеш қонақтары жігіттер квартеті. Әңгімесі ауылдың, жеңешемнің мінезі, ағайынның бауырдың сәні бір өзі. Және де Беркут пен Айша. Тау, асып саған жетсем, тау, саған денеге. Және де Қайрат Нұртас. Кешіріңіздер, бейбіт қорған, маған арман, үнсіз қалған, сенсіз өткен өмірдің бәрі шалған. Кешіріңізді мен Сейтхан, не болды? Көрдің бе? Олай болса, құрметті достар, тек жайдарманшылар ғана чемпион деп бағалайтын чемпиондардың әзіл қарсы. Құрметті достар, Шымкент қаласындағы тойхананың алдында болған жағдай. Бергелі, екі стакан ішіп алдың болды ма не? Күйеу баласың ба? Күйеу бала болды, түсіндің ба? Араласпыш. Қойшы болды. Әттен келіншектің көйлегін демді айтшы бытшын шарам берген. Құрметті достар, білесіздер, шетелдің Голливудтың экшн киноларында пойыздың үстінде төбелесетін кадрлары тым көп. Дәл сондай кадр, бірақ қазақи нұсқасы. Кімдер анау? Сарыағаш Астанаға қоя берші. Айбай, ой айбай, қолым ауырды кетем мен.
Қаға, Астанаға келіп пастыл өткізу керек. Құрметті достар, білесіздер, қазір барлығы әкелеріне, көкелеріне сеніп жұмысқа тұрады. Сонымен көреміз, бір байдың баласы полиция қызметкері болса қалай болатын еді. Жат, бан тонау бұл, жат. Ақшаны сал, не ақ қарап тұрсың? Ақшаны сал, не ақ қарап тұрсың, ақшаны сал. Салсай ақшаны не ақ қарап тұрсың? Тапаншаң таста. Кетші бір. Сал ақшаны не ақ қарап тұрсың? Тапаншаң таста деймін. Енді дәл үйсі өзің бұрылда кетіп қашы. Сал ақшаны не ақ қарап тұрсың? Салсай ақшаңды. Бір. Таста тапаншаңды. Ап кеш бір. Осылай еді ғой. Сал ақшаны не ақ қарап тұрсың? Сал дейм ақшаны. Салсай не ақ қарап тұрсың? Алло, әке, мен мұнда тыңдамай атыр. Сал. Білмеймін, қап берем. Әкем шақырып отыр сені. Әкең? Иә. Мұны ақта. Мә, телефонда. Алло. Асау мұның көге? Я. Тапанша? Есу керек? Қол, я. Мін. Ака бір минут. Қайғы бар көрік? Жүр. Жоқ деме маған, мен сені іздеп табам, терезеңнің алдында. Құрметті көрермендер, сөзіміздің соңында құрметті әділ қазалқалары. Біз шынымен де байдың балаларымыз. Бірақ біз келесі кезеңге міндетті түрде өтуіміз керек. Ал егер де өткізбесеңіздер, алло, әке. Мұнда шапала құрмай атыр ғой. Сіздермен бірге болған нағыз байдың балдары. Жалғастырамыз. Қазақ көлік коммуникация академиясы, Ақмола көлік колледжі, теміржол тарландары Астана. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Алдарыңызда биылғы жылы премьер-лигада Астананың намысын қорғайтын 4 команданың 4-1 бөлігі. Бүгін біз нағыз астаналықтар секілді отырып ойнатуды шештік. Бір жағынан ұлттық арнада түріміз жаттала береді, екінші жағынан жергілікті команда дегендей неден қысыламыз? Өз жеріміз. Бүгін отырып ойнатуды шешсек, келесі сайыста өтіп жатсақ, жатып ойнаймыз. Жартылай финалда сахнаға шықпай-ақ ойнауымыз да мүмкін. Ал финалға Есенаға келемей шығармыз. Олай болса командамен таныс болыңыздар. Біздің команданың жағдайы дәл қазіргі Астананың жағдайы секілді. Команданың аты Астаналық, бірақ ішіндегі ойыншылары жан-жақтан, және көбісі Шымкенттен. Біз болашақ темір жолшылармыз. Сондықтан да біз сіздерге бүгін темір жол туралы көп нәрселерді айтатын боламыз. Біз вагондағы қолданылған төсек орнын қайтадан жуып, қайтадан қырын шығарып, сіздерге 200 теңгеге сатамыз. Тек қана біз темір жолшылар, салт дәстүрді ұстанатын мамандармыз. Біз көненің көздеп, көне заттарды лақтырмаймыз. Сондықтан да атамайдаған тепловозды мен де айда алам. Әжем қыдырған вагонмен мен де қыдыра алам. Біздің оқу орнымызда, жатақханамызда теміржол вокзалының маңайында орналасқан. Сондықтан да тек қана біздер Астанаға арман қуып келіп, армандары орындалмай қалған жандарды күнде көреміз. Тек қана теміржолдың бастығы ғана 30 жылдан кейін мұнай бітеді. Мұнайдың болашағы жоқ деген сөзді теміржолға жарнама ретінде пайдаланады. Олай болса, жарнаманы қажет ететін темір жолшылар ұлттық арнада. Сен дедім, мен сен дедім. Сонымен көреміз алғашқы әзіл көріпкел ағамыз перзентхана алдында. Майра, ұл ма қыз ба? Қыз. Білем ғой, жай сұрап жатырмын. Перзентханадан шыққаннан кейін Әуезов көшесі 80-ші үй 14-ші пәтерге апарып таста. Болашақта сол үйдің келіні болады екен, қазірден асырай берсін. Сен дедім, мен сен дедім. Қазақ эстрада жұлдызы Қайрат Түнтеков таксиде. Аға жайлап ойланшы. Аға жай. Аға соғасты жайлап ойланшы. Аға соғасты. Бұл жерде мен қатысым жоқ. Рөлде болған мен емеспін. Не болды, Қайрат? Тағы соқтың ба? Соқтық. Соқтым де. Бұл жол шынымен де соқтық. Сен дедім, мен сен дедім. Сен болмасаң.
Ұлттық арнада болып жатқан әке серті телехикаясындағы әртіс үйінде баласымен. Балам, ұйықта. Қазір ұйықтамасаң бөжай келеді. Әне бөжай келетір. Мен бөжаймын. О, ұйықтайым, тек ролға қатты кірмей қойшы әке. Сен дедім мен сен дедім. Бұрынғы темір жол басшысы үйінен монша ашыпты. Көрейік. Саламатсыз ба? Саламатсыз, мен моншаға түсін деп едім. Жалпы менің моншамның 3 түрі бар. Пласкарт, купе және общий бар. Қайсына түсесіз? Мен сіз түсінбедім. Жалпы мен сізге түсіндіріп өтейін. Пласкартта 4 адам есікті ашып қойып түсесіздер. Ол арзан болады. Ал купеде 4 адам есікті жауып қойып түсесіздер. Ол да арзан болады. Ал енді общий қымбатырақ болады. Общий неге қымбат? Неге десеңіз, қыздар балдар қосылып түсе бересіздер. Соған берсін. Дедім мен сен дедім. Біз темір жол командасы ретінде әр ойын сайын сіздерге бір мамандықты таныстырып отырамыз деп шештік. Ендеше көрейік темір жолшыны тану бағдарламасы. Қайырлы кеш, бүгін сіздерге жол серіктер жайында айтатын боламыз. Жол серіктер еліміздің вагонның 10 жағында кезеді. Ұлан ғайры атырапты мекен еткен, әжетхана мен шай ішуге ыңғайлы, бірінші купенің арасында өмір сүретін мекенде орналасқан. Айлықтан қосымша сот кізәраттап, ауылдан салып жіберген заттарды алып кетіп, нәпақасын тауып жататын жандар. Билеті жоқ адамдарға қолынан келген бар көмекті, билеттің құнынан 2 есе қымбат бағаға шын жүректен әрдайым жасауға дайын. Жол серік қызметін атқаратын азаматтар 40-тан асқан, үйінде қоныс келмейтін, қарны дәу ағаларымызбен колледж бітіріп жұмыс таба алмай, уақытша істей тұрам ғой деп қалып қойған 20-25 жастағы жас жігіттер. Жол серіктер шұжық, тауық қосылған картоп, ысылдап отырып ішетін шайды жақсы көреді. Елімізде соңғы санақ бойынша 12548 жол серік болатын. Олардың саны қазір күрт азаюда. Жол серіктерге қамқорлық жасайық. Сіздермен болған мен, болашақ жол серік, Жақсылық Нұрстан. Аға алып кетші деген күндерде кездескенше. Сен дедім мен сен дедім. Сен болмасаң кім дедім. Я, құрметті достар, болашақ темір жолшылар осылай әзілдесті. Сіздермен бірге болған жергілікті команда темір жол тарландары пойызда кездескенше. Жалпы жайдарманда дәрігерлер де бар, темір жолшылар да бар, барлығы бар. Барлығымен жақсы болған дұрыс. Жалғастырайық. Енді премьер-лиганы сонау Алматыдан Астанаға аңсап келген командалардың бірі. Алматы экономика статистика академиясы, АЕСА Алматы. Сен аға, аяса жайдарман тобы емес, аяса қылмыстық тобы дей беріңіз. Қалай ешкім тиісіп жүрген жоқ па? Тиіскізбейміз ғой. Біреу тиіссе бізге айтыңыз. Ал айтса не істейсің? Енді кімге кім тиісіп жүрген біліп жүрейік та. Сізге тиіспесін деп оққа қара келді міне. Оққа қара. Оқ бір оқ өткізбейді мынау. Тапаншаның оғын қаға береді. Енді бір-екеу өтіп кетуі мүмкін, өзіңізді қорған талдың артына қаласыз ғой. Бір оқ өткізбейді мына жігіт. Пистолеттің оғын. Автоматтың оғын өткізіп қойды ол. 100 оқтың 3-ін өткізбеуге рахмет айтсам. Енді автоматпен есен аға соғысқа барайын деп отқан жоқ шығар. Танкының оғын өткізбейді бұл. Танкының оғын өткізбейді. Танкымен ататында енді біреудің алажымен атап кетпеген шығар есен аға. Мынау сіздің жігіттеріңіз ба есен аға? Қалай сөйлесейін бұлармен? Нұрболхан деген қайсы? Бірінші отыр ғой. Нұрболхан ба? Сен Крисаң кім? Крисаң кім емес, Кришаң кім? Сен Кришаң кім? Шипыр? Маған неменеге айтып жатсың оны? Нұрболханға айтасың Кришаң кім деп. Давай біз саған Криша болайық. Аптасына $100 беріп тұрайық. Сен өзің Кришасың. Иә. Аптасына $100 берсең. Бізге не пайда сонда? Пайда жоқ па не? Бар пайда. Бар.
$100 беріп тұрасың. Біз саған крыша боламыз. Біреу тиіссе бізге айтасың. Біз полицияларға айтамыз. Нұрболханға біреу тиіссе, ол крышам бар деп бізге сеніп келсе. Біз полицияға айтсақ кім болдық сонда? Алдында 2003 тірліктен кейін ұсталып қалған кезде полициялар айтты, біреу тиіссе хабарласып жүрмін. Сен содан бері айтып келе жатсың ба? Иә? Бәсе бір тірлікке барамыз. Полиция жетіп келеді. Ен тонайын деп атамыз, полиция жетіп келеді, сен айтып жүргесің ғой. Иә? Сен тыныш жүрсің ба әйтеуір? Тыныш. Тыныш жүр. Пайдаң тимесе, зиян тигізбей жүрші. 90 жылдар. Біз 90 жылдар қалай жүрдік? 90 жылдар қалай жүрдік қой? Қалай жүрдік 90 жылдар? Я. Сен кеше қосылдың ғой бізге. Кім мынау? Әйелі мінісі ғой. Қасыңа ертіп аш, шамал ақша істесін деп. Ертең бірақ дегеннен қалады ол. Қағамайды ол. 90 жылдар қалай жүрдік? Астымызда қап-қара 99. Біз базарға кірген кезде базар тып-тыныш болып қалады. Бір шыбын ұшпайды. Бұлар нағып кетіп қалды. Біздің қорғамады сөйтсек түнде базар істемейді екен. Мынауға түнде барайық, күндіз барайық десем. Қой, күндіз ыстық болады. Түнгі салқынмен барып қайтамыз деп. Ақшаға тізесің. Бағанағы ақша қайда? Қандай ақша? Кредитке алған ақша. Несиеге. Бір тірлік істеп ақша тауып пең не? Есіктің алдында тұр ғой. Қаяқта? Есіктің алдында. Нақ қоясың өйерге. Бар құр алып кел бар. Ана ақшаны аппаратқа тығып жібереді. Аппарат ойнай ма ол? Ой, жаман қатты ойнайды. Онда өзің көр барай. Бар. Ішіп қояды ғой мынау. Сен қаяқтан білесің? Досым ғой мен. Сен ішпейсің. Ой, үйтіп 200 мыңға ішпеймін ғой енді. Бір теңгесіне де ішпе. Бар, қара. Қарайын. Іш қоймаңдар. Қырманға кел қалқатай. Мыналар бастап жіберді. Сонымен көрейік. Енді көрмей отырмайсыңдар ғой, бәрің осы жерде отырсыңдар ғой. Өте кешірімді полиция қызметкері. Саламатсыздар, полиция қызметкері Құрмашев Назар. Құжаттарыңыз болды ма? Құжаттарыңызды бересіңіздер. Кешкі тексеріс қойын, түсінесіздер ғой. Қалталарыңызда артық ештеңе жоқ па? Жоқ, артық ештеңе жоқ, қайта жетпей жатыр, мына бірақ табаншы. Мынау суық қару ғой. Суық емес, сол қыздырып алып шықтым үйден. Сен кіммен қалжыңдасып тұрсың? Құжаттары бар ма? Жоқ. Жоқ па? Жүр бөлімшеге барасың онда. Кешіре салыңызшы. Кешіргенде суық қарумен жүр бөлімшеге. Хабарлай жігіт, кешірімді деді ғой сіз. Ол мен ауырып келе алмай қалды, мен басқасымын. Жүр. Бұндаймен ойнамайтын ғой. Жалпы, құрметті көрермендер, біз бұнымен бір жаман үлгі көрсетейін деп шыққан жоқпыз. Айтады ғой, қазағымның жігіттері кейде ұмыт, кейде қарапайым ғой. Сіздерім болған. Онда мен айтам ба енді? Алматы экономика статистика академиясы, аяса. Жігіттер, қоштаспаймыз. Жалпы премьер-лига сайыстарында қыздардан құралған топтар некен саяқ, солардың бір емес бірегейі. Семей мемлекеттік университеті жаным. Жаным қыздары, бірде сегіз жайдарманда. Жаным қыздары, Астанада, Астанада. Көктем келсе де құлпыра алмай жүрген қыздарыңыз келіп қалды. Қалай?
болмасы үшін өмірдегі ғажайып сәт. Сондықтан жайдарман сөзінің мағынасын біз өзімізше түсінеміз. Жайдарман жастардың асқақ игі дарынын ашатын республикалық мәдени алаң. Нүкте. Сіздер байқағандар, біз қыздар түймедей нәрсені түйедей қылдырамыз. Ой болса, шығыстың тұңғыш әзілқой қыздары өз ойындарын бастайды. Опа! Хей, кетті! Анасына қарап қыз өсер, сонымен бір түрлі отбасы. Қызым, үйге қайтпадық па? Қазақстан ұлттық телеарнасының айгөлек бағдарламасын барлығымыз білеміз. Сонымен Семей қаласының Тұмарханым балалар би ансамблі сахнада, ал хореографы сахна сыртында. Депті, сол қой дегенде қой алмай, қой деді ғой, қоя салайын депті. Әлгі қой деп жүрген қой деп жүріп өзі қой кетті. Қойға қой деген қой, Біз жапондық архитекторлардың құпиясын аштық. Сонымен көрейік, Семей қаласының аспалы көпірінің макеті. Жоғары буынды аға апаларымыз заман емес адам өзгерді дейді. Біз сол сөзбен толық келісеміз. Себебі қазіргі таңда жігіттер осындай қыздарды ұнатады. Ең қызығы дәл сол жігіттер осындай қыздарға үйленеді. Өтілігіз қасын қара шашыңыз, майда қоңыр жайдар. Қыздар, құлақтарыңызға алтын сырға, сұлулық бетте емес, жүректе дегенді қазақ жігіттері жақсы біледі. Бұл біз қазақтың қыздары, ең сұлу екенін сәтте дәлде, маридай үйде қазақ қыздары бірге. Сіздермен болған нағыз әзілмен нағыз қазақ қыздарының намысын қорғап жүрген жаным. Сегізден бір финалдық бәсекелерінің соңғы командасы. Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті Казиту құрамасы Орал. Жастығыңның шағында ерекше атқандарға, жайықтың жағасында ойнап күліп өсек. Қызықтан сен Оралға, жүр барайық Оралға, Европа аймағында орналасқан қала. Ассалаумағалейкум, Достар, неге екенін білмеймін, бірақ та қандай да мерекелік іс-шара болмасын, жүргізушілері дәл осындай болады. Қайырлы кеш, ханымдар мен мырзалар. Көптен күткен әз-наурыз мерекесі де келіп жетті. Да, ты прав, Әскербек. И в этот праздник мы поздравляем вас
Сал дәуренім, самға әуенім, бермей әуремімға ешбір жол. Сал Бұл да бір ғажайып шығар. Экстрасенс, яғни көріпкел ағамыз банкте. Несие алуға келіп тұрып. Аурумым, ну? Банкке келіп жатып алған. Банкке келіп жатып алған. Жат, бұл тонақ, жат! Ал. Сал дәуренім, самға әуенім, бермей әуремімға ешбір жол. Қатарынан 10 жыл бойы бір-бірімен айтысып келген айтыскер ақындар тағы да кездесіпті. Бұл айтыс ешқашан сарқылмасын. Беуде. Қош келдің мына бүгін қарсыласым. Досың саған бір сұрақ қояйыншы, турникке қаншама рет тартыласын Сал дәуренім, самға әуенім, бермей әуремімға ешбір жол. Сал Әуенді сәлемдесу болғандықтан әуенді әзіл Оралдан келген битбокс. Қайырлы кеш ханымдар мен мырзалар. Сіздермен бірге МС Армат және де МС Қабдол. Футбол. Қабдол. Волейбол. Футбол дей берші. Футбол. Болды, сындырасың. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, артқа жанға тығылу жоқ. Алда. Жетісінде жарығай. Сәуле суда діріждеп. Анам бас, тауық бас, анам бас, бера бас. Жер болды. Істе өзінікі. Солай. Айтсан, жер болды. Не деді? Солай демейтін. Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялар жүйелері университетінің жайдарман тобы Оралда жасалған. Орал, Қазақстан, айтады мақтанышпен, Казиту, Орал, Қазақстан, айтады мақтанышпен, Казиту. Сонымен сайыс өзінің мәресіне жақындады. Бүгінгі жарысқа түскен командаларды сіздердің қошеметтеріңізбен ортаға шақырамын. Командалар, ортаға. Жоғармал Беспай, 300 Ақмола облысы. Барлығы 4 ұпай. Нұрзайсан 5, 5, 5, 5, 4, 5. Осындай Тарас 5, 4, 4, 5, 5, 5. Астана жастар құрамасы 4, 5, 4, 5, 4, 5. ПСК құрамасы Атырау барлығы 5 ұпай. Шымкент қаласы әкімінің құрамасы барлығы 5 ұпай. Жаңаөзен жастар құрамасы барлығы 4 ұпай. Тұңғыш Астана 5, 5, 4, 5, 5, 5. Болашақ VIP Қарағанды барлығы 4 ұпай. Абзал жандар Ақтөбе 5, 5, 4, 5, 5, 5. Байдың балалары Шымкент 5, 5, 4, 5,
5. Темір жол тарландары. 4, 5, 4. Айса Алматы. 5, 4, 5. Жаным Семей. Барлығы 5 ұпай. Қазиту құрамасы Орал. 5, 4, 5. Бұңғы сайыс туралы. Данияр Бекжан. Құрмет достар, жалпы бүгін керемет ойынға куә болдық деп ойлаймын, себебі бүгін 3 деген баға қойылған жоқ. Қателеспесем. Не сия керемет. Шын керемет. Ой, құдай жантар. Рахмет, құрмет көрермендер. Теңізде туа, теңіздеміз. Хамит Жергехан. Армысыздар астаналықтар, армысыздар Жайдарман сүйер қауым. Біріншіден тағы да айтам, Жайдарман өте тамаша, өте керемет. Ұшып кетсек те, басқа қылсақ та, әйтеуір Жайдарман мәңгі жүректе, ең бастысы, мәңгі махаббат. Жайдарман әрқашанда жасасын. Жайдарман. Асылхан Дүкенбаев, Қорқыт құрамасы Қызылорда. Бүгінгі ойын шынында есіне өте жақсы өтті, күлдік. Менің бір ұққаным, мына жерде қиыны, мына командаларда біз ойлайтынбыз, достарымыз сұрайтын, Жайдарман ойнайсыздар қалай қиын ба? Қиын, сахнада тұрамыз, қорқынышты деп айтатынбыз. Бірақ ең қиыны мына жақта тұрып бал сұрағаннан гөрі мына жақта отырып бал берген қиын екен. Сондықтан мықты. Бүгінгі ойын шынында ұнады. Барлықтарыңызға сәттілік, достар. Нұрболхан Шарапов. Енді біз тіл жағынан ғой енді біздікі. Сосын жүрген жерде өз қалауларыңызды мақтан тұтып жүріңіздер. Ол патриот адамдардың сөйтіп айтып жүрген жерлерін өз қаласын мақтап жүреді. Жаңаөзеннен, енді Шымкент айтпаса да түсінікті, рахмет сіздерге Шымкент. Сосын тағы Атыраудан келген жігіттер, рахмет сіздерге. Негізі отырыстың соңында ең әдемі қыздар келеді ғой, негізі отырыстың соңында. Жаным, сіздерге рахмет. Отырыстың соңында келіп, бүгінгі кешті гүл қылып жібердіңіздер. Сіздерге рахмет. Қазиту, сіздерге сөз жоқ. Рахмет. Ғазиз Ерболат. Жалпы бүгінгі Жайдарман маған өте қатты ұнады. Әсіресе Қазитуның ұнағаны Назараудадағы бір жігітке қатты ұқсайды екен сөз қатты ұнады. Бүгінгі Жайдарман ойыны өте жақсы өтті. Барлықтарыңызға сәттілік. Жайдарман тек биіктерден көріне берсін. Жайдарман жасасын. Рүстем Елжан. Кешір достар, жалпы Қазақстанда жаққа жамысып қалған бір сөз бар. Шоу-бизнес жоқ, той-бизнес деп. Егер шоу-бизнес болашақта жоқ болады деп қорқатын болсаңыздар, қорықпаңыздар. Міне нағыз шоу-бизнес алдарыңыздар. Биші бар, әнші бар, әзілқой бар, барлығы да бар. Ең ұнаған команданы айтатын болсам, 300 Көкшетау. Керемет. Сіздер ғана ұнадыңыздар. Рахмет. Соңғы пайсандары. Жалпы бүгінгі сайыстан 15 командадан 10 команда ширек финалға жолдамалады. Сонымен соңғы пайсандары. 24 ұпай 300 Жаңаөзен жастар құрамасы Болашақ VIP Қарағанды. 26 ұпай Теміржол Тарландары Астана. Астана жастар құрамасы 27 ұпай. Ал енді тікелей ширек финалға жолдамалған командалар. Осындай Тарас. Нұрзайсан, Тұңғыш Астана, Абзал Жандар, Байдың балалары, Айса, Қазиту құрамасы 29 ұпай. ПСК құрамасы, Шымкент қаласы әкімінің құрамасы, Жаным Семей 30 ұпай. Қымбатты достар, баршаңызға рахмет. Жайдарманның жайдарлы сайыстарында жолыққанша аман сау болыңыздар.